Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз меренге қосылған пахлава әзірлейміз. Меренге қосылған пахлава өте оңай әзірленеді. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қамырын әзірлеуден бастаймыз. Үлкендеу ыдысқа сарыуызды, қопсытқышты, сары майды және қаймақты салып, бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Бір келкі болған массамызды ұнға құйып, қамыр илейміз. Қамыр илеу барысында артық ұн қосудың қажеті жоқ. Мінеке қамырымыз осындай болып шығады. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін шамал үлкендеу қыламыз. Ол пахлаваның астына кетеді. Сосын қалғанын 2-ке бөлеміз. Кішірек күлшенің біреуін 4 бұрышты қылып жаямыз. Қамырымызды противеньге салып, противеньнің формасы бойынша кесеміз. Сосын шанышқымен тесіп өтеміз. Қамырымызды духовкада 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Енді салманы әзірлейміз. Меренгамызды әзірлей бастаймыз. Ақуызды шамалы миксерлейміз, сосын оған аздан қантты енгіземіз. Меренгамызды әбден миксерлейміз. Осылай меренгамыз формасын ұстап, құс тұмсығы шыққанша дейін. Енді меренгамызға туралған грек жаңғағын және қара мейізді қосамыз. Барлығын лопатканың көмегімен араластырып шығамыз. Енді үлкендеу күлшемізді 4 бұрышты формада жаямыз. Жайған қамырымызды пергамент төселген противеньге орналастырамыз. Қалған 3-ші күлшемізді жаямыз. Пахлавамызды жинауға кірісеміз. Меренгалық салмамыздың жартысын қамырдың бетіне түсіріп, бір келкі етіп жағып шығамыз. Салманың үстінен піскен коржды қоямыз. Сосын қалған меренгалық салманы корждың үстіне түсіріп, бір келкі етіп жағып шығамыз. Енді пахлавамыздың үстін осылай қамырмен жабамыз және шет-шетіндегі артық қамырды кесеміз.
жан жағын осылай самса түйгендей қылып қысып шығамыз. Енді өткір пышақпен осылай тілеміз. Тілген кезде ең жоғарғы қамырды және ортаңғыны ғана кесеміз. Түбіндегі қамырға тиіспейміз. Пахлаваның үстіне сарыуыз жағамыз. Енді грек жаңғақтарын шамалы басын қырап қоямыз. Пахлавамызды духовкада 160-170 градуста 35 минут пісіреміз. Пахлавамыз пісті. Енді үстін бал мен судың қосындысымен жағып шығамыз. Сонда біздің пахлавамыз жылтыр болып шығады. Мінеки достар, біздің меренге қосылған пахлавамыз дайын. Меренге қосылған пахлавамыз өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Қазір оның үшін кесіп көрсетемін. Уақыттарыңызды бөліп, осы видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді және егерде видео рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.